Барлықтарына сәлем достар, сіздермен мен Еркош Перко және достар, бүгін біздер осындай керемет Free Fire ойынында видео түсіретін боламыз. Және достар, өзіңіз білесіздер, практически кеше ғана әлем чемпионаты біткен болатын. Әлем чемпионаты біткеннен кейін мен соқты промокодтар енгізіп осындай купондар алған болатын. Мінекей достар, енді 99 лаки, бұл жерде обязательно бізге набор колоса түсу керек. Вот, мінекей достар, айттым ғой. Мен настолько неудачный адаммын, что маған 99%-ға келген кезде ғана набор колосы түсті. 100%-да енді ол міндетті түрде түсу керек, прям міндетті түрде. Неге достар, өте керемет набор, өте әдемі, қарасаңыздар да міне осындай наборды сіздер де қаласаңыздар, осы видеоға давайте лайк басып тастайық. Ал кәдімгі окей деп басайық енді достар. Мінекей міне қазір тем более не болып жатыр екен, акция болып жатыр. Мінекей достар, қараңыздар, 2-ден 40 кетті. Қазір ғана бітті сол әлем чемпионаты. Өтіліп менің кішкене көңілім түсіп кеткен болатын. Мінекей достар, бізге бір инкубатордан берді. Давай ашайық. Самурай и гейша. Қайсы өткен. О, тану. Ой, блин, жарайды. Ол да нормально енді. Так, дальше көреміз. Так, дальше бізде фамас дух ойнаға арналған оружейный купон. Бұдан не түседі екен? Так, хоппана, бізге фрагмент түсті. Ал мінекей достар, келесі күніміз атты. Мен уже ұйықтап тұрған болатынмын, және достарым ұйықтап тұра сала мен тағы да бір видео түсіріп отырмын. Өйткені мен азанда қарасам, бізге осындай бір керемет заттар шықты. Енді басында мен рекорд етуім кетіппін, что білмей қалдым. Мен кәдімгі барлық нәрсені уже беріп қойған, барлығын аша бергенмін. Так, кәдім күте тұр. Так, мінекей достар, қараңдар. Осындай бізге любой персонажды ала аламыз. Любой персонажды ала қоймен, және соны біздер 8-ші левелге қатарынан көтеріп тастауымыз да болады. Немесе басқа персонажды. Мінекей достар, қараңыздар, карта персонажы уровень 8. Окей деп аламыз. Все, достар, енді қарайық. Бізге дальше міне набор колосымыз бар өзіміздің. Енді және достар, біз жақтан тағы да бір купондар, анау-мынау алған болатынбыз. Енді мына заттарды ал жерде кішкене кланда жүргенім үшін так типа алдық. Давай достар, енді біздер складқа кіріп көрейік. Складта бізде достар, қараңдар, расходники дегенде міне уровень 8 дейтін карта персонажы бар. Бұл карта персонаж уровень, короче, любой персонаждың уровень 8-ге атты мигім көтеріп тастайды. Бір клик и все, 7-ші уровень болып тұрады. Ал мінекей достар, қараңыздар, міне маған типа осындай берді. бір бөле сияқты. Және солай 6 маған купон берген болатын, және оларды алдын ашқан. Так, бірінші достар, біздер осындай болмай қалған джекпот ашайық. Болмай қалған дегенде енді тек ана набор ғана әдемі, ана қыздың наборы, қатын наборы әдемі болды. Ал достар, фамас дух ойнам. Так, эмоция сөйлейді, ютуберлер сияқты білдім, көмектесем, өздері сөйтіп істеп атады, и түсіп атады оларға бір заттар. Ал давай. Колос, давай. Оружейный джекпотты ашып көрейік. Лаки 95 па? 46, ойбай, 46. Мен просто соткым астын ұстап сөйтіп отырмын ғой, поздравляем дейді. Че? Ебать, фамас дух война. Маны вообще мощный видео кетті. Бір жағынан колос, бір жағынан фамас дух войнаны түсірдім. Қараңдар достар, өте әдемі. Мен соны 46, менде кене нормальный жолым болады екен ғой. Лаки 46-дан түсіргенім енді нормальный. Так, мынаяқтан оружейный джекпот аламыз. База жоқ, адамдар осындай шақыра кетеді ғой. Так, фамас дух войнаны алайық енді. Коэффициент 0 еді. Ойбай, бірден құлат жерін бірден кен. Так, мынаяқтан фрагмент түстім. Жарайды, нормально. Ал достар, бізде инкубатордан енді 2 ашатын бар. 2 купон бар инкубатор. Так, тағы да істеп көрейік енді осы бәлелерді. Так, давай. Инкубатор, давай ашайық ал. Ал, бісміллә, басайық, кеттік ал. Так, біреуін ашамыз енді. Бізге не түседі екен? Білім, маған түкке керегі жоқ бұны. Керек не жалпы, менде пропуск бар ғой. Жарпойып, так, екінші рет ашайық. Так, екінші рет ашқанда не түседі бізге? Так, давай. Қайттам мынау түсті ма, не бөліп? Қоса береді осыны қайттан. Жарайды, пофиг. Давай. Енді достар, біздер неқтан бесплатныйден ашсайық, бұдан ақша береді, там неше түрлі заттар береді. Ең мықты приз, по идее, бұл жақтан не там, жетон охотника береді. Так, достар, мінекей, қараңдар. Маған осыны алты джекпоттан бір заттар түсті. Мен өзім инкубатордың 2 несі бар, ананы бәлесем бір донатет ашқан болатын, и осы пропуста біреу берді. Так, достар, мен аш жерде саламыз. Жарайды, мынаны ашайық, фрагмент куба, Лаура деймін, қатын түседі. Так, енді мынау, давай. О, 24 сағат, нормально, 24 сағатта пойдет. Кешеді ашқан болатын, мұны примерно 7-ге май, білмейм қанша түскен. Және достар, бұяқта фамас берді, М40, сосын барып тағы да бір аржы берді, катаклизмдар берді, өшім. Енді достар, бізден яқта қандай персонаж қандайтын мен әлі білмей тұрмын, бағанадан бері ойландым. Біреулердің способностьтары онша емес, біреулердің кішкене более-менее нормальный. Короче, нормальный способностьтары бар, кішкене көп та, но мен кішкене алмазға тұратын заттарды алғым келді, персонаждарды. Так, мынақта мен өнім жазып жатыр, қабылда дейді.
кейін қабылдаймын Диас сені. Так, достар, біздер өзіміздің коллекциямызға кіреміз, достар, қараңдар. М14 неке достар, катаклизм 6 күнге 7 күнге деген нақты. Неке достар, тағы да АК қанша күнге екенін мен нақты көрмей тұрмын. Так, неке достар, течение жизни дейтін скин. Так, не, М40-ға қараңдар, қандай скин әдемі. Подлый клоун дейді. Өте әдемі скин. Так, онда всегда емес та, бірақ сосын бар достар, фантом. Неке достар, қараңдар, ФАМАС дух воина навсегда түсіріп тұрмын. Бірінші рет навсегда арызы түсіріп тұрмын өзімше. Ажо Купидон деп түсіріп тұрмын ғой тағы. Неге достар, қараңдар, ФАМАС дух воина өте әдемі. И потом мына жақта бір стенка кеше маған бесплатно берген. Енді бұл стенка да өте әдемі. Так, енді наборсы жетеміз. Так, енді достар, так, мына жақта қарайық. Видео рек кетіп жатыр, сағат тағында 9:05-те тұра сала видео түсірген сразу базар жоқ. Кешіріңіздер. Енді достар, біздер қай персонаж аламыз? Қай персонаж Хайота ма? Вуконг ба, бірақ Вуконг онша емес, ол Ашин Кусқа приоритет етіледі. Ол онша емес, ол ондай әдемі емес. Так, біздер енді Антонион алайық па, или Мигель ма? Антонион алсайық. Антонион алдық, базар жоқ, ол басында 15 қып береді. Егер оны көтерсек, пайде 35 қып береді, басында матчтың басында 235 қыппен пикқа түссең, любой айырасың деген ойдамын. Ал енді достар, осы видеоны көргендер сіздерге көп рахмет. Ана жақты лайк, комментарий алдырып өтеміз. Және де достар, келесі видеода өте мықты болады деген ойдамын. Өте мықты контент болады. Амандықта жүздескенше, давайте.